Останавливайся. Biz keldik. Біздің жүргізуші осы жоғарыда енді 4-5 сағат шамасында күтіп отырады. Бұл ешқандай монтаж емес, бұл табиғи көлік. Бұл кәдімгі гипс, табиғи гипс. Қалайсыздар достар? Бүгін ерекше шығарылым болғалы тұр. Дәл қазір Оралдан Ақтау қаласына бара жатырмыз. Маңғыстау облысындағы жұмбаққа толы Жығылған тауына барамыз, және сол жерде жүрек пішіндес көл бар, оны да көрсетеміз. Ол да құпияға толы. Бізбен бірге болыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, Оралда омбы қар. Бүгін наурыз айының 19-ы. Күндізбе көктем көрсетіп тұрғанмен қытымыр қыстың әлі кеткісі жоқ. Біз қалың киініп алдық. Ал Ақтауда ауа райы мүлде басқаша. Оны қазір бірге көреміз. Ақтау қаласына келдік. Сағат 6:30. Оралдан бері қарай 13 сағат жүріп келдік. 13 сағат. Шыны керек ұйықтаған жоқпыз. Дәл қазір жергілікті уақыт таңғы 7. Алдын ала жалдап қойған қонақ үйге келдім. Жол бойы ұйықтамағандықтан қазір шамалы мызғып алып, сосын түсірілімді жалғастырамын. Қайырлы күн. Көріп тұрғандарыңыздай, Ақтауда қар мүлде жоқ. Бір айдай болған қар түспегеніне, алайда кішкене салқындық бар екен. Ал далада бұдан да суықтау болатынын ескеріп, жылы киіммен жүре беруді жөн көрдік. Дәл қазір автобус күтіп тұрмын. Сол автобуспен Жығылған тауына барамыз. Қаладан тағы бірнеше жүздеген шақырым жол жүреміз. Автобус келді. Қазір сылай қасамыз. Адам толық жиналған екен. Біраз адам бар, 20 шақты. Нет, это вот стена. А вот дальше. Жерімізге келіп жеттік. Да нет, он не едет, он поворачивает. Ну вот видите, здесь уже вот так. Мама, ты что? Останавливайся, не пугай их. Өте әдемі көрініс. Потом там спустимся вниз. Көлікті осы жерге қалдырып, әрмен қарай жаяу жүреміз қазір. Ал бісміллә деп төменге қарай түсіп бара жатырмыз. Біздің жүргізуші осы жоғарыда, енді бізді 4-5 сағат шамасында күтіп отырады бұйырса. Күн қатты жел, ал төменде ық болады деп ойлаймын. Жалпы Жығылғанның пайда болуына қатысты сан түрлі пікір бар. Ғылыми тұрғыдан да, діни тұрғыдан да нақты дерек жоқ, тек болжамдар ғана. Жығылған тауы деп жүрміз, бірақ шын мәнісінде бұл тау емес. Бұл үлкен
ойыз, мүйіз немесе мұны шатқал деп те жатады. Ғалымдар бұл жердің опырылуын тау жыныстарының кенеттен үгітілуімен байланыстырады. Соның ішінде бормен байланыстырады. Не тұрғанмен де тоқетері бұл емес түрлі пікірлер әлі күнге дейін талқыланып жатыр. Төменге қарай түсу оңай емес, қауіпті. Боком, Айжан, боком. Мына жердегі жартастан ойықтарды көруге болады. Құдды бір оқтың іздері сияқты, бірақ олай емес екен. Бұл ежелгі дәуірде өмір сүрген түрлі жануарлардың ізі көрінеді. Это очень вымерший род лошадиных. Вот лошади образовались от них. Это называется красиво очень. Гиппарион. Вот такое. Чем он примечательный? Ну, что жил 20 миллионов лет назад. Я вам сегодня миллионами рассказываю. Это как тигр. Ну, да, подумал. Вес у нее было 160-200 килограмм. Понятно, что на кого она охотилась, да? Осы жерде кішкене аялдап Так, тамақтанып алып понятно, да? жатырмыз. Кто? Тамақтанып алдық. Енді сапарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазір тағы бір жарға барамыз және жүрек пішіндес көл бар, соған барамыз. Да-да-да-да-да-да. Біз келдік. Бұл ешқандай монтаж емес, бұл табиғи көл. Бұл көл жер асты суымен толығады. Қазір су келіп тұрған көзін төменде анау жерде, соны көрсетемін. Бұл көлді жергілікті тұрғындар көзді қара деп атайды екен. Атауының нақты тарихи шығуына қатысты әңгіме жоқтың қасы. Төменнен қараған кезде мына көлдің пішені дұрыс көрінбейді. Жаңа жоғарыдан қараған кезде кәдімгідей жүрек пішіндес болып тұр еді, ал төменнен ол мүлде байқалмайды. Ал жаңа айтқан су көзі міне мына жердегі жыра арқылы келіп тұр. Су жер астынан осы жерден шығады. Аңыз әпсаналарға қатысты тақырыпқа қайта оралатын болсақ, баяғыда діни тұлғалардың бірі осы маңайға келіп күн сайын намазға жығылған екен. Осыған қатысты екі түрлі әңгіме бар. Бірі сол адамның намазға жығылатын жері болғандықтан жығылған деп аталған деп. Екіншіден, дәл сол адам осы маңайда намазын оқуға келіп атын байлап қойған екен. Намазын оқып болған соң атына келсе, аты орнында болмай шығыпты. Сонда ол кісі ешқандай ұры келген жоқ, жылқымды жер жұтып қойған болар деп ашуға ерік берген екен. Қатты ызаланса керек, сол кезде жер опырылып кеткен деседі. Әрине мұның барлығы аңыз.
Маңғыстаудан мынадай материалдар таптым. Бұл кәдімгі гипс, табиғи гипс. Мұндай материал мына жерде толып жатыр. Достар, бұл видеоны осымен аяқтаймын, бірақ Маңғыстау облысына сапарым әлі аяқталған жоқ. Ертең тағы бірнеше нысанға барамыз. Бізбен бірге болыңыздар, каналға тіркеліңіздер, видеоға лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Көріскенше.